Сәлеметсіздер ме мұғалімдер мен оқушылар. Бүгінгі біздің өлеңіміздің авторы Несіпбек Айтолы. Ол ақын. Ол 1950 жылы дүниеге келген. Ол Қытайдағы Шығыс Түркістанның Тарбағатай аймағы Шәуешек деген ауданда дүниеге келген. Ол балаларға арналған Қартаймайды, Күн неге және де Бөрі тостаған тағы да басқа кітаптар жинағы бар. Өрмекші мен шыбын. Неше түрлі өрмекті тоқыпты бір өрмекші. Өрмекшінің өнерін бопты шыбын көрмекші. Әдей іздеп келіпті, келіп сәлем беріпті. Таңғажайып өрмекті тамашалап көріпті. Құтты болсын өрмегің, ерен екен еңбегің. Үйренейін деп келдім, болмаған соң ермегім. Өрмекші айтты шыбыным, ермектеп жүр мұны кім? Осы өнердің соңында келеді өтіп ғұмырым. Тоқып келем ерінбей, қиындықтан жерінбей. Өрмектің әр өрмегі төккен маңдай теріндей. Болсаң егер үйренер, күнде біздің үйге кел. Ерінбесең алдыңнан есік аша қилы өнер. Бастамақ бұл бұлышты, шыбын дереу кірісті. Бірақ көкке шыдамай бір қонды да бір ұшты. Шошаң дауын қоймады, оп-оңай деп ойлады. Бір тоқып бір отырып өрмекпенен ойнады. Торға шығып ырғалды, бәлеге енді шың алды. Шыдамады, шықпастай боп шырмалды. Авторы Несіпбек Айтолы.